Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен кәріс халқының тамағы пигодидің рецептісімен бөлісетін боламын. Көп қыздардан естідім, қамыры дұрыс көтерілмей қалады деп айтып жатыр. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Рецептісін описанияға қалдырып кететін боламын. Алдымен қамырын елейтін боламыз. Жылы суға тұз, қант, дрожжи салып, електен өткен ұнымызды аз-аздан сала отырып, орташа қаттылықта қамыр елейтін боламыз. Жақсылап ең қандырып елеп, дайын болған қамырымыздың үстіне аздаған сұйық май қосып, тағы да жақсылап елейміз. Дайын болған қамырымызды 1 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Енді начинкасына кірісетін боламыз. 2 сарымсақты жақсылап турап, қызып тұрған майда қуырып аламыз. Қуырылып жатқанда ешқандай тұз, бұрыш қоспайсыздар. Сарымсағымыз жақсылап қуырылып жатқанда капустамызды турап, ұзыншақтап, сковородкаға онда салып бірге қуырамыз. Осылай сарғайып, жұмсарғанша жақсылап қуырасыздар. Ендігі кезекте бізге фарш керек болады. Менде 500 грамм. Фаршымызға 2 штук чеснок, 1 қасық паприка, дәміне қарай қара бұрыш пен тұз қосасыздар. Мен соевый соус қосуды ұмытып кетіппін. 2 қасық соевый соус қосасыздар. Жаңағы қуырылып жатқан капустамызды фаршқа салып, жақсылап араластырамыз. Барлығы біріккенше араластырып, дайындап аламыз. Тестамыз осылай 1 сағаттың ішінде күшті болып көтеріледі. Міндетті түрде осылай үлкен болып көтерілу керек. Жақсылап көтерілген тестамызды аздаған ұн сеуіп, бірнеше бөліктерге бөліп аласыздар. Пигоди барлығы бірдей болу үшін әр бөлікті 85 граммнан өлшеп алдым. Оқтаудың көмегімен осылай жайып аласыздар. Тестаны қатты жұқа қылып жаймаңыздар. Начинкасын салғанда жыртылып кетеді. 1 сантиметрлік қалыңдықта жая берсеңіздер болады. Начинкамызды 1 қасықтан салып, осылай әдемі қылып өріп шығасыздар. Өріп дайындап алған пигодиларымызды майланған листқа салып, 45 минутқа пісіруге жібереміз. Тамағымыз дайын болам дегенше морковтан корейский салат жасаймыз. Менде үйде 3 штук морков қалыпты. Жақсылап теркадан өткізіп, 1 штук чеснок қосасыздар. Енді паприка қосамыз. Дәміне қарай тұз қосып, үстіне қызып тұрған майды қоясыздар. Барлығын жақсылап араластырып, пигодиіміз осылай әдемі болып көтеріліп пісті. Қалауларыңызға қарай осылай да ұсынсаңыздар болады. Мен ортасына корейский салат салып ұсындым. Ортасын пышақпен кесіп, жаңағы дайын болған салатымызды ортасына саламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәмі деген өте керемет болады. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Каналыма тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз.